Бірдің кесірі мыңға. Сақалды құрылыстың салдарынан шаруалар 3 жылдан бері сусыз отыр. Оннан астам арнаның 4 миллиард теңге бөлінген құрылысын қолға алған түрік компаниясы жұмысты жарты жолдан тастап кеткен. Жанайқайын айтып жыларман күйге түскендер осының кесірінен жастардың да қалаға кетіп жатқанын айтты. Шу ауданындағы жұрттың шерін Шерхан Абзалұлы тыңдап келді. Қазір отырып алып жылағың келеді. Шашыңды жұлғың келеді, мысалы. Не қолдан келетін түк жоқ біздің. Өзіңіз ойлаңызда 3 жыл бойы су жоқ, су келмейді. Бөлтірік-Шешен ауылындағы Андреевка және Госфон су арналарының құрылысын 2019 жылы түрік компаниясы бастаған. Содан бері ел егін егуді ұмытқан. Шетелдіктер былтыр бетонда бітеуі тиіс арықтар қазір қопарылып құрғап жатыр. Бұрындары табыс көзіне айналған кәсіп қазір болмағасын, ауылын тастап қалаға көшіп жатқан адамдар саны артыпты. Екеуінде көміп тастады, қазір екі ауылда да су жоқ. Жоңышқасын егетін, арпа бидайын егетін, барлық жұмыспен қамтамасыз етіліп тұрған каналды талқандады да, қазір елдің бәрі дебетке қалды. Жастардың көбі қазір қайтадан қалаға кетіп қалып жатыр. Өйткені істейтін тіршілік жоқ. Енді бұны бастағанда Астанадан бастау керек қой. Әйтпесе бүкіл Жамбыл облысының бәрі біледі. Айтқан бір-ақ жылдың ішінде істеп береміз, бәрін қатырып береміз деген, не су жоқ, не басқа жоқ, мінекей осындай жағдайда отырмыз. Қазір су ресурстар комитеті тендер ұтқан түркиялық мердігермен соттасуда. Ал аяқсыз қалған жобаны 2 айдан бері ирандық компания жалғастырып жатыр екен. Қазір 5000 гектарға су апаратын 15 каналдың әзірге біреуін бітіпті. Түрік компаниясы менің білуімше 3 миллиард 750 миллион теңгеге ұтып алған болатын. Бірақ ол жаңағы кестесіне сай жұмыс істемеген үшін ол контрактын үзуге мәжбүр болдық. Иран компаниясы 2023 жылы қараша айында аяқтау керек. Шетелдік компанияның кесірін көрдік деген шаруаларға енді 2 жыл тағы тосуға тура келеді. Өйткені арна жұмыстар аяқталмай, алқапта суғару мүмкін емес екен. Шерхан Абзалұлы, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысы. Жаңалықтар жалғасады, алда көретіндеріңіз. Қаланың балалары даланың балаларына айналды. Қозылақты көрмеген кішкентайлар өмірінде бірінші рет қой сойып, қыздар ошаққа бауырсақ пісірді. Бұл Елордадан ашылған этнолагердің қызықтары. Балалар күнінде бақыт сыйлады. Еліміздегі ірі ұлттық компания мүмкіндігі шектеулі перзенттері бар қызметкерлеріне пәтер кілттерін табыстады. Игі іс деп осыны айтты.